Сәлем, құрметті оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін бізде математикалық сауаттылықтан келесі тақырыбымыз ол статистика элементтері. Әрине көп келетін тақырыптардың бірі, осы тақырыпта көптеген есептер келеді осыған байланысты. Кейбіреу оңай болып жатады, кейбіреу қиын болып жатады, кейбіреу оңай болса да білмей жатамыз. Сондықтан бүгінгі сабақта мұқият тыңдап үйреніп алыңдар, осыған байланысты есептерді қалай шығаратындығымызды. Ендеше сабақты бастайық. Жалпы статистика элементтері. Қысқартып жаза берейін. Статистика элементтері негізінен мына төртеуін қамтиды. Мінекей, бұл жерде енді айта кететін ең алғашқысы арифметикалық орта, екіншісі сандардың медианасы, одан кейін модасы және де өзгеріс ауқымы. Өзгеріс ауқымы деп қояқ. Енді осыған ұқсас, біз нені айта салайық сразу. Математикалық күтімі. Күтімін тап дейді. Міне соны қалай табамыз. Жалпы, міне осы бесеуін бүгін қарастырып өтейік. И содан кейін осыған байланысты сендерде сұрақ болмайды деген ойдамын. Ендеше, алдымен арифметикалық ортадан бастаймыз. Алдымен арифметикалық орта дегеніміз берілген сандардың барлығын қосып, олардың санына бөлу. Арифметикалық ортаны мен былай жазайын. АО деп. Арифметикалық орта тең, яғни берілген сандардың барлығын қосып, былай жазып қояқ оны. Так. Ал енді осы берілген сандардың барлығын қосып, олардың санына бөлеміз. Енді қараңдар, оны былай айтайық. Мысалы, сыныпта 5 оқушы бар. Бесеуінің сәйкесінше салмақтары берілсін. Мысалы, бірінші оқушынікі 65 кг, екіншісі 68, үшіншісі 64 кг, біреуі 70 кг болсын, біреуі 63 кг болсын. Міне осындай 5 оқушы болсын. Осы бесеуінің салмақтарының орташа арифметикалық ортасы немесе орташа салмағы деп айтады кейде. Соны табу үшін біз не істейміз? Осының арифметикалық ортасын табуымыз керек. Арифметикалық ортаны табу үшін бірінші осылардың бәрін қосамыз. 65 қосылған 68, қосылған 64, қосылған 70, қосылған 63. Және де олардың саны қанша? Бұл жерде неше бала бар? 5 бала бар. Демек, онда біз оларды қосындысын нешеге бөлуіміз керек болады? 5-ке бөлуіміз керек болады. Міне. Ал енді қараңдар, 65, 68, 64, 70, 63 деген сандардың барлығын бір-біріне қосайық. Сол кезде бізде 330 деген сан шығар екен. 330 деген сан шығады. Енді келесі, оның бәрін 5-ке бөлетін болсақ, бізде 66 килограмм шығады. Демек, 5 оқушының орташа салмағы 66 килограмм болып есептеледі екен. Так, жақсы. Ары қарай тағы да осыған ұқсас мынандай болады. Бұлай істейік. Мысалы, мынадай бір есеп болсын. Футбол командасындағы, бір командадағы ойыншылардың, футбол ойнап жатқан бір команданың ойыншыларының орташа жасы 23 болсын. И бір ойыншы ойыннан шығып кеткеннен кейін қалған ойыншылардың орташа жасы 22 болып қалды. Сұрақ, шығып кеткен оқушы неше жаста? Міне осыны анықтауымыз қажет. Яғни, енді қараңдар, оны шығару үшін сендер бірінші білулерің керек. Футболда бір командада қанша ойыншы ойнайды? 11 ойыншы ойнайды. 11 ойыншы ойнайды. Осы 11-інің орташа жасы, арифметикалық ортасы, яғни олардың жастарының 23 болған. Ал енді бір ойыншы шығып кетсек 10 ойыншы қалады. 10 ойыншының орташа жастары қанша болған? 22 болып қалған. Орташа жасы 22 екен.
шығып кеткен ойыншы неше жаста екенін білуіміз қажет. Ол қатты қиындық тудырмайды. Бірінші арифметикалық орта, яғни 11 ойыншынікі болатын болса, оны тапқан кезде не істеген? Мына А1 дегеніміз бірінші ойыншы, А2-ні, А3-ті бәрін қосқан, бүкіл ойыншыларды қосқан 11-ші ойыншыға дейін, бәрін соңында 11-ге бөлген, сол кезде не істеген? 23 шыққан. Енді келесі 10 ойыншыныкін істеген кезде, оны істеген А1 қосылған А2 деп бәрін нешеге дейін қосқан? 10 ойыншыға дейін қосқан. 11-ші ойыншы шығып кетті ғой өйткені. 10 ойыншыға дейін қосады, 10-ға бөлген кезде 22 болып қалған. Сол шығып кеткен 11-ші ойыншының жасын табу керек. Енді мынау 11 деген бөлу болып тұр ғой, екінші жаққа ол көбейту болып барады. Сол кезде қанша болады? А1, А2 ден бастап қосатын болсаңдар, А көрнекте болып қойын. А11-ге дейін қосқан кезде 23-ті 11-ге көбейтесіңдер қанша шығады? 253 болады екен. Яғни бәрінің жасын қоссақ, 11 ойыншының 253 болады. Ал біреу шығып кетіп қалған 10 ойыншының жастарын қосатын болсақ, онда олардың жастары 220 болады. Яғни мына жақта 11-ші ойыншы жоқ қой, ал мына жақта бар. Демек, олардың жасы 253. 11-ші ойыншыны табу үшін біз не істейміз? 253-тен азайтамыз 220-ны, тең 33 шығады. Демек, 11-ші ойыншының жасы 33-те болады екен. Өте қарапайым. Немесе қиын емес, осында есептелсе, 11-ді 23-ге көбейтеміз 253, 10-ды 22-ге көбейтеміз 220, азайтамыз 33. Сразу таба салуға болады. Естеріңде болатындай болсын. Менің ойымша қатты қиын емес. Келесі, арифметикалық орта түсінікті деген ойдамын, қосып, бәрін қосып орташасын табу үшін солардың санына бөле салады екенбіз. Енді келесі бізде медиана. Медиана дегеніміз ол берілген тізбектегі сандардың қақ ортасындағы сан. Мысалы, өсу ретімен жазған кезде. Мысалы қараңдар, 7, 3, 5, 9, 2 деген сан берілетін болса, тізбек берілетін болса, тағы білекше қосып қояйық, 4, 6. Мына осы берілетін болса, осыны өсу ретімен жазамыз. Өсу ретіміз дегеніміз ол кішісінен бастап үлкеніне қарай, Так, бірінші 2 жазылады, одан кейін 3, одан кейін 4, одан кейін 5, 6, 7, 9. Енді осының қақ ортасындағы санды анықтаймыз, ол 5 екен. Демек, берілген тізбектің медианасы 5-ке тең деген сөз. И все. Болды. Тағы да бір мысал қарасақ, мысалы, мынандай нәрсе болсын. Мынандай оқушының 1.90 бойы алған бағаларын берсін бізге, 5 алсын тағы да, 4 алады, 3 алады, 4 алсын, 4 алсын, 3 алады, 5 алады, 4 алсын, Тағы да, мысалы, басында 4-пен бастаған болсын. Міне қараңдар. Бізде оқушының берген неше бағасы бар екен? Оқушы 10 баға алған екен. 10 баға. 3, 4, 5 деген бағаларын бәрін қоссақ, 10 штук баға шығады екен. Енді оларды медианасын табу үшін бірінші өсу ретімен жазайық. Бірінші 3-тен бастаймыз, 3-тен неше бар? Біреу бар, 2 үші бар екен. 2 үшін бірінші жазамыз. 1, 3, 2, 3. Енді 4 санаймыз. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 4 бар екен. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 4. Енді 5-терін санаймыз. 1, 5, 2, 5, 3, 5 бар екен. Міне. Енді сонда қарайтын болсақ, енді олың қақ ортасында, тізбектің қақ ортасында ешқандай сан жоқ, міне. Оның ортасында 2 сан бар екен. Осы 2 сан бар, 4, 4. Енді қараңдар, ортада 2 сан кездесіп қалса, ол екеуін қосып 2-ке бөле саламыз. Сонда шығатын сан ол не болады? Тең 4-тің өзі шығады. Екеуін қоссақ 8, 8 2-ке бөлсек қайтадан 4. Бұл енді ыңғайлы ғой. Кейде мысалы ортасында 4 пен 6 болып қалуы мүмкін. 4 пен 6 болып қалса, екеуін қосасыңдар да 2-ке бөлесіңдер. Бірдей сан тұрып қалса. 4-ке 6-ны қосып 10, 10-ды 2-ке бөлсеңдер 5, ол кезде медиана 5 болады. Қазір 4 пен 4 болғандықтан екеуін қосып 2-ке бөлгенде ол 4 шықты қайтадан. Түсінікті ғой. Демек, бұның медианасы 4-ке тең дегенді білдіреді. Жалпы түсінікті ғой. Жаңағыдай, тізбектегі сандардың саны тақ болса, онда оның ортасында бір сан өзі шығып тұрады. Ол медиана болады. Ал егер тізбектегі сандардың саны жұп болса, онда ортада 2 сан қалады. Екеуін қосып 2-ке бөлсеңдер медиана тағы да шығады.
осыны естеріңде сақтаңдар. Ал енді мода. Мода деген сөзді өздерің кәдімгідей түсінетін болсаңдар, мода дегеніміз жалпы мысалы қоғамда, мысалы айналамызда қандай киімді адамдар көп киеді, значит сол киім мода болады, иә? Модада қазір. Трендта деп айтады, жаңадан шыққан сөз. Мода, яғни кім қай нәрсені көп киеді, значит сол мода. Қай машинаны адамдар көп мінеді, сол значит қазір мода. Сол машина немесе сол киім деген сияқты. Демек, мода деген берілген тізбектегі қай сан көп, значит сол мода екен. Мысалы, жаңағыдай оқушы тағы да бір 90 бойы мысалы 3 алады, 4 алады, 5 алады, 5 алады, 4 алады, 5 алады, 5 алады, 3 алады, 3 алады, 4 алады, тағы да 4 алсын, мысалы 5 алады, иә? Осыны, мысалы, осы бағалардың ішінен біз модасын табуымыз қажет. Бірінші, қайсысы көп, соны санаймыз. Ол модасы сол болады. Мысалы, 3-тер санайық. 1 3 бар, 2 3, 3 қана 3 бар екен. Неше 4 бар? 1 4, 2 4, 3 4, 4 4 бар. Неше 5 бар екен? 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5 бар. Демек, оның 5-тердің саны көп екен, значит, модасы не екен? Модасы 5-ке тең деген сөз. Түсінікті ғой. Немесе тағы да бір мысалы тізбек құрасақ, ойымызда мысалы 1 1 7 4 1 3 3 5 4 3 болсын, иә? Мысалы, осы тізбектің модасын да қарайық. Бірінші бірлер санайық. Біреу, екеу, үшеу екен. Бірлердің саны үшеу. Так, жетілердің саны біреу екен, төрттердің саны екеу болады. Бестердің саны біреу ғана, үштердің саны үшеу екен. Көрдіңдер ме? Бұл жерде бірлердің саны да үшеу, үштердің саны да үшеу. Екеу де тең болып қалды. Значит, модасы, бұл тізбектің модасы 1 және 3 и болды. Ешқандай проблема жоқ. Түсінікті ме? Менің ойымша өте жақсы түсініп алдыңдар осы нәрсені. Так, енді қараңдар, келесі бізде өзгеріс ауқымы. Өзгеріс ауқымы дегеніміз, ол бізде ең үлкенінен ең кішісін азайту. Ең үлкенінен азайтамыз ең кішіні. Көрдіңіз ғой, ең үлкенінен азайтамыз ең кішіні, сонда ол өзгеріс ауқымы болып шығады екен. Мысалы, тізбек берейік тағы да. 7, 11, мысалы бір әулеттегі балалардың жасы болсын, иә? 14, 2 жасар біреу болсын, 9 болсын, біреу 10-да болсын, біреу 18-де болсын, біреу 15-де болсын. Міне, осылардың ішінен, осы балалардың жастарының өзгеріс ауқымын табу керек болса, онда ең кішісі мен ең үлкенін анықтаймыз. Ең кішісі 2, ең үлкені 18. Значит, 18 азайтылған 2 тең 16. Демек, олардың жастарының өзгеріс ауқымы 16-ға тең деген сөз. Өте әдемі. Мысалы, былай жасайық. Мысалы, наурыз айындағы температураны жасайық. Мысалы, наурыз айында температура, мысалы, басында алғашында суық болсын күн. Мысалы, -4 градус болсын. -2 градус болсын. 0 градус болсын. -1 градус болсын. Әрі күн жылой бастасын. +3 градус болсын. +7 градус болсын. +5 градус болсын. +9 градус болсын. Міне, осы жерден, осы температуралар үшін ең үлкені мен ең кішісін анықтап алайық. Ең үлкені 9 градус, ең кішісі -4 градус. Демек, біз 9 градустан азайтамыз, -4 градусты. Сол кезде көбісі айтып қой, 9-дан 4 азайтып жібереді, 5 градус деп жазып қояды. Жоқ, ол +4 болған кезде. Бізде қазір -4 болып тұр. Мына екеуі не істейді? Қосылып кетеді де 13 градус шығады өзгеріс ауқымы. Көрдіңдер ме? Өте мұқият болу керек осы кезде. Так, жақсы. Енді олай болса келесі бізде математикалық күтімі. Математикалық күтімі дегеніміз, оны былай mx пен белгілейміз. Яғни оны тапқан кезде не істейміз? Мына формула ғой негізінен. Алдына қойып қойсақ. Бұл формуланы таңбаны қалай түсінесіздер? Ол мына жердегі көбейтіндінің всегда қосындысы деген сөз. Қосынды дегенді білдіреді. Ол қазір қалай екенін айтамын. Мысалы, мынандай сендерге кесте береді, математикалық күтім тап деген кезде. Және де оның біреуінде
x, яғни ондағы шамалар бетті және де оның кездесу ықтималдылығын p мен береді ықтималдылық. Яғни мысалы қандай болады? Әртүрлі сандар беруі мүмкін. 4, 7, 3, 2, 6, 5 деген сияқты. Енді олардың ықтималдықтардың қосындысы всегда бір шығу керек, астындағы сандардың қосындысы. Мысалы, біреу 0,2 болады, біреу 0,1 болады, біреу 0,4 болады. Қараңдар, бізде мынау үшеуін қосқанда қазір 0,7 болып қалайын деп тұр уже. Бір шығу үшін алардың барлығы 0,1 дей салайық. Сонда бәрін қосқан кезде 0,1. Мысалы, давай мынаны өзгертейік. 0,3, мынаны 0,2 болсын. Бөлімнің бәрін қоссаңдар, қайтадан не шығады? 1 шығады. Бөлімін қосқанда всегда 1 шығу керек. Енді осының математикалық күтімін тап десе, не істейсіңдер? Мыналарды бәрін бір-біріне көбейтіп аласыңдар. Алдымен мынау көбейту деп тұр қараса. Бәрін бір-біріне көбейтесіңдер. Одан кейін қосасыңдар бір-біріне. Мысалы, кеттік. 4-тен 0,2 көбейтсек 0,8 шығады. Қосамын. 7-тен 0,1 көбейтсек 0,7 шығады. 3-тен 0,3-ге көбейтсеңдер 0,9 шығады. 2-ден 0,1-ге көбейтеміз. Ол бізде 0,2-ның өзі шығады. 6-ның 0,1-ге көбейтсек 0,6, 5-ден 0,2-ге көбейтетін болсақ, онда ол 1 шығады. Так, енді осылардың бәрін қосуымыз керек. Сонда математикалық күтімі шығады. Екеуін қосамыз 1,5, мынаны қоссақ 2,4, мынамен қоссақ 2,6, мынамен 3,2, мынамен 4,2 шығады екен. Демек, математикалық күтімі осы берілген мәліметтің кестенің математикалық күтімі ол 4,2-ге тең екен. Түсінікті ғой, кестенің астында мен үстіндегі бір-біріне алдымен көбейтіп аламыз, одан кейін бір-біріне қосады екенбіз. Болды, артық ештеңе істемейсіздер математикалық күтімді табу үшін. Жалпы менің ойымша бүгінгі сабақ өте жеңіл әрі түсінікті болды деген ойдамын. Артық сұрақтарың болып жатса, тағы да қоя жатарсыздар өзіме жеке. Сұрақтарың болмай жатса, осындай есептердің барлығын ұбт варианттарын тауып алып, жақсылап есепті шығарыңдар. Берілген тапсырмаларды орындауды ұмытпаңдар. Ал мен сендермен келесі сабаққа дейін қоштасамын. Сау болыңдар.